Сейітім қарғам не білдің, сені де ойлап егілдім. Ойнақтаған қыршын жас, қарада жерге көмілдің. Анаң отыр сағынып, әкең қалды ағылып. Бәріміз де қалдық қой, бір Аллаға бағынып. Өткені Сейіт күз дейді, туысым шіркін біз дейді. Алуа сәби жаутаңдап, әкесін шіркін іздейді. Сейітім шіркін мерт болдай, арты бір қалған өрт болдай. Алуа өсіп ер жетсе, екі көзі төрт болдай. Опасыз дүние жаналар, талайлар мықты сыналар. Әкелерін көргенде, Алуа қарғам қиналар. Келінімеді айманым, түседі еске қайдағы. Отауым деп барушем осы ғой деп ойдағы. Сейіттің көрем суретін, күн жоқ қой енді көретін. Алланың ісі осы екен, тірі адам шіркін көретін. Көп жазыпты хатты да, Сейітім жерге жатты ма? Оқып та қалай таусам, жаныма жаман батты да. Бұлбұлым едің сайраған, раушан гүлдей жайнаған. Сейітім ботам өлген соң, сорымды білдім қайнаған. Көтерілмейді-ау көңілім, өтеді-ау шіркін өмірім. Жалғанда қалай ұмытам, Сейітімнің жазғанын. Мұң жайлады, көкіректі, өзекті. Сіз қайтқалы 30 жыл қалай тез өтті. Аңсағанда өзіңізді Сейітжан, жан жүректен сағыныштың сөз өтті. Мәңгі есте жарқын жүзің дидарың, есімізде күлімсіреп тұрғаның. Асыл аға, жәннатта болсын жаныңыз, Құдай қолдап, жолдас болсын иманың. Бәлкім біз барлығымыз үміт үзілмейтін мына дүниенің сағынышынан жаралған шығармыз. Ал айналасындағы адамдардың бәрін сол сағынышымен аялағысы келіп тұратын, соған қалтқысыз сендіре алатын қасиет жүрегі алып адамдарға ғана тән. Ізгі ниетпен, зор сағынышпен өзіңізді еске алып, шағын бейнефильм ұсынамыз. Қиябаев Сейіт Нұқбиұлы 1962 жылы 1 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы атақты сақ патшалар мекені Шілікті даласында орналасқан Қиябай қыстауында дүниеге келді. Атасы Қиябай кеңес заңына бойсынбай, колхоз-совхоздарға кірмей, бабалар мекенінде бабалар кәсібі ұсталықпен айналысып, алтын, күміс илеген зергер жеке шаруа еді. Үкімет не істемеді, бәріне де шыдады. Сейітті қырқынан шығарар күні сәбидің шашын өз қолымен алып, маңдайынан иіскеп, баланы бетінен қақпаңдар, маңдайында бақыт тұнып тұр екен деп батасын беріпті. Көп ұзамай дүниеден бас кешіпті. Сейіт балалық шағында Жанаталап пен Жаңа ауыл арқылы ағып жатқан Теріс Айрық өзеніне суға түсіп, балық аулап, Тарбағатай тауының бір сілемесі Кидің Қараның таутастарына шығып, атқа мініп, нағыз ауыл баласы болып өсті. 1969 жылы Максим Горький мектебіне 1-ші сыныпқа барды. Мектепте ерекше алғыр болып көзге түсті. Сабағын үздік оқумен қатар, өз бетімен бірнеше музыка аспаптарын меңгерді. Әкеміз Нұқби марқұм үйдегі сөрелерді кітапқа, бөлме қабырғаларын география карталарына толтырып, көп баласы болса да, әр баласына жеке-жеке домбыра мен жеке-жеке велосипед сатып, әперген сұңғыла жан еді. Ортақ сырнай мен тула баяны үйде тұрушы еді. Кейін гитарада пайда болды. Сейітіміз дүкен домбырасын місе тұтпай, оның шегін ешкінің шегінен жасалған шекпен алмастырып, домбыра дауысын әуезді етіп,
тіпті оның қауағында ағаштан ойып жасаушы еді. Гитара аспабында 9 сыныптарға қарай еркін меңгеріп алды. Содан іні қарындастарына бас болып, музыкалық аула тобын ауылда тұңғыш құрды. Домбыраны алғашында әпкесі Зәмзәгүл екеуі ауыл мәдениет театрының жетекшісі Тәкен ағасының үйірмесіне барып үйренді. Бірақ ол деңгейді місе тұтпай, кітап көмегімен өз бетінше нота әліппесін үйреніп, күйлерді қатаң түрде нотамен тартатын болды. Тәкен ағасы: «Сейіт, сен бар жерде домбыра тартудан ұяламын, өйткені сен күйдің нотадан ауытқыған жерін біліп қоясын» деп еркелете айтатын. Кейін ауылдағы өнерпаздар ішінен тұңғыш рет республикалық телеарнадан Сейітіміздің күй тартқанын тамашалап едік. Табиғи болмысында сурет салу қабілеті ерекше еді. Бала ғой, Лениннің Мәншүктің суреттерін 2-ші сыныпта ұқсатып салатын. Мектептегі жазу сызу, газет шығару, трафаретсіз жазу секілді жұмыстар Сейіттің мойнында болатын. Берілген тапсырмаға ат үсті қарамай, бар ықыласымен жасайтын. Әлі есімде, биология пәнінің мұғалімі клетканың макетін істеп, әкеліңдер десе, Сейіт ағаштан ойып, түрлі түсті лактармен әрлеп, ішіне лампа орнатып, өте шеберлікпен жасалған қол өнерін әкеліп, ұстазын қатты риза етіп еді. Сол туындысы бертінге дейін мектеп көрмесінде тұратын. Жігітке жеті өнерде аз демекші, Сейіт спорттан да алдына жан салмайтын, бала кезінен бокспен айналысып өсті. Турникте тура әлденеше көтерілу жасай алатын, тіпті солнышқа жасап та айнала алатын. Мектептің 9-10 сыныптарында пән олимпиадаларына қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүрді. Мектепті үздік бағаға бітірді. Электроника кәсібін армандайтын. Бірақ әкеміз алыс жаққа кетпесін деп, облыс орталығында оқығанын қалады. Әке сөзін жықпай, Өскемен пет институтына математика бөліміне оқуға түседі. Бірақ өз арманының орындалмағаны үшін қапа болып, кейін сол оқудан шығып кетеді де әскер қатарына алынады. Отан алдындағы борышын өтегеннен кейін, әскерде бірге жүрген достарының үгіттеуімен 1983 жылы Қарағанды кооперативтік институтына түсіп, студент аталады. Институтта үздік студент болып, қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан еңбегі бағаланып, сол кездегі ең жоғарғы Лениндік стипендия иегері болды. Румыния еліне жолдамамен барып келді. Сабақ пен қоғамдық жұмысынан бос уақытында жатақханада электрик пен плотник қызметін қоса атқарушы еді. Алған бүкіл табысын достарына жұмсайтын. 1987 жылы Қарағанды кооперативтік институтын қызыл дипломмен бітіріп, Өскемен қаласындағы тұтынушылар одағына жас маман болып жұмысқа орналасады. Сол жерде үйленіп, отбасын құрады. 1988 жылы Тарбағатай тұтынушылар одағына басқарма бастығының орынбасары болып тағайындалады. Келе салысымен жаңа инновациялық идеяларын іске асыру мақсатында халыққа қызмет етудің жаңа жүйесін енгізбекші болады. Бірақ ескі жүйеде ол мүмкін емес еді. Сондықтан сол заманда жеке кәсіп ашу мақсатында құжаттарын дайындай бастайды. Бірақ әлі Кеңес одағында ондай заң қабылданбаған болатын. Сейіт болашақта не болатынын білген секілді. Жоспарымен бөлісіп отырғанда, тыңдаушысы бұл не айтып отыр деп күмәнмен қараушы еді. 1990-1991 жылы Кеңес одағының меншік жөніндегі заңның шыққан күннен ертеңінде Сейіт арыз беріп, өз еркімен жоғарғы лауазымынан кетті де, дәл сол күні жеке мекемесін тіркеуден өткізді. Қиябай атасының жолын қуып, жеке кәсіпкер болып алды да, өз бизнесін бірден дөңгелетіп алып кетті. Көп жағдайда тек халқының қамын ойлайтын. 1992 жылы Кеңестер одағы ыдырағаннан кейін аудан жағдайы мүшкіл болғанда, жергілікті бюджетке қомақты мөлшерде қаржы аударып,
аудандағы алғашқы меценат болғанда еді. Ол жасаған жақсылығын әкім Мұқаш Кәдірқұлов бертінге дейін айтып жүруші еді. 1992 жылы арманы орындалып сәбейлі болады. Қызы Алуа жиі науқастанғандықтан Алматы қаласына көшуге мәжбүр болады. Бірақ жиі ауылына келіп, көмегін беріп тұратын. Кәсібі жүріп сол жазда Алматының көк базарын тек өзі ғана қантпен қамтамасыз етіп еді. 1993 жылы 15 қазанда Алматыдан Өскеменге бара жатқан сапарында қарсы бағыттағы жүргізушінің жол ережесін өрескел бұзу салдарынан жеке көлігі жол апатына ұшырап, сейітіміз мәңгілікке кете барды. Бұл тосын келген қайғылы оқиға бүкіл отбасымызға тиген ауыр соққы болды. Әсіресе әкеміздің апайы әйеміз сырға қосып, жоқтап, бүкіл ел жұртты егілтті. Кім біледі, даңғыл жолдан қай жерде шалт басты екен. Өз айтатын, түсімде ұшақтан құлап қалыппын. Сендер, әйем, әкем, мамам бар, бәрің ары қарай ұшып кете барыпсыңдар деп. Шат-шадыман думаннан шақырып тұрған қаштым ба? Тағдырдың тыйым салынған есігін жылқып аштым ба? Сәбие алтын Алуамыз сөйтіп бір жасынан әкесіз қала берді. Орны бар оналар деген кішкентайынан ауыл мен Алматыда қатар жүріп еркелей өсті. Әжесінің арқасынан түспейтін. Үлкен мама арқашу десе қанша ауырып тұрса да, күләш әжесі арқасына ойланбастан мінгізіп алатын. Атасы Нұқпи кейде қаншама қатты ашуланып тұрса да, Алуасының тәтті тілінен күліп жіберетін. Алуасы алдымен қалаға белгілі Шоқан Уалиханов атындағы мектепте, ал 7-ші сыныптан бастап елге атағы шыққан номері 173-ші физика-математикалық бағыттағы мектепте оқыды. Мектепті бітіргеннен кейін папасы сияқты үлкендердің айтуымен Мәскеудегі жоғарғы оқу орнына түсті. Бірақ көңілі соқпағандықтан ол оқуды тастап, өз дегенімен Малайзияның астанасы Куала-Лампурдағы папасының мамандығы бизнес оқуына түсіп, сол оқуды тәмамдайды. Дегенмен қыз баланың аты қыз бала ғой. Бір жылдары Miss Cosmo World 2018-ші Куала-Лампурдағы сұлулық жүлдесіне қатысып, жеңімпаздар қатарында болды да, содан модельдік бизнеске шақыру алып, сол кәсіпке ауысып кетті. Қазір тұрмыста жұбайы Даниял ірі бизнесмен. Дзюдодан бірнеше дүркін ел чемпионы. Әттен, құжаттары уақытында дайын болмай, осы жолы Алуамыз елге келе алмай қалды. Бір кем дүние деген сол. Бақыт тілейміз. Сейітіміз көре алмай кеткен қызықтарды Алуамыз көрсе дейміз. Сейіттің де арманы осы жалғыз құлынының амандығы еді. Қайтеміз, қолдан келер дәрмен жоқ. Жазмыштан озмыш жоқ деген көрерміз де көнеміз. Содан бері 30 жылда өте шығыпты. Жақсының жақсылығын айт демекші, сейітіміз аз ғана ғұмыр сүрсе де, артына өшпес із қалдырып, бәріміздің сана сезімімізді оятып, өмір сүрудің мағынасын үйретіп кетті. Толып тұрған дана философ еді жарықтық. Тірліктің талай гүлі солған менен, тағдырдың талай мұны болған менен, өмірге келгеніне өкінбесен, өкінбесен, өкінбесен. Шынайы естелікпен аға апайлары, бауыр қарындастары. Құрметті жамағат, құрметті туған туысқандар, ағайындар,
Енді бүгін міне сейітімізге өткеніне 30 жыл болыпты. Туысымызға, құрдасыма, туысыма енді қанша жыл өтті, есте жүр бейнесі Сейіттің. Менің айтарым, Сейіт екеуміз бала кезімізден, Асқар үшеуміз бала кезімізден бірге өстік. Мектепке бірге бардық. Сейіт Асқар үшеуміздің ортамызда 15 күндік қана айырмашылық бар. Сейіт Нұқбек ағамен үйіміз көрші болды. Сейіт бәріміз жас кезімізден бірге өсіп, бірге ойнап, ауылдағы өмірді бірге сүрген едік. Енді Сейіт туралы айтатын болсақ, Сейіт алғыр, өте білімді, жан-жақты жігіт болды. Енді өзіміздің көзқарасымыз бойынша класстардың ішінде, мектептің ішінде, класстың ішіндегі ең алдыңғы қатарлы, жақсы оқитын, мектепте қызылға бітірді, қызыл дипломға, қызыл аттестатқа бітірді. Бала кезінен сол бірге өскеннен кейін айтып отырмын, өзі бір жан-жақты, білімді де, спорт жағынан да, домбырадан да жақсы күй тартатын. Өткен өмірде талай қызықтың да, шыжығын да, қызығын да бірге көрдік. Сондықтан енді Сейітке ерте кетті, ғұмыры ерте қиылды. 30 жасының үстінде ғана кетті. Біздің мақтанышымыз болатын. Енді ол мектеп бітіре сап, сыдиға түсті. Одан кейін арғай ауысып, Қарағанды кооперативный институтта қызылға бітірді. Өзі айтып отырды, сонда қал деп, мұғалім болып қал деп. Соны қалмай, бәрі осында келіп, ауылдағы аудандық патриоп-союз дейміз ғой. Патриоп-союзда зам болды. Сол кезде біздің мақтанышымыз болды. Классы біздің жалпы 65 бала бітірсек, соның ішіндегі суырып шыққан Сейіт бірінші жұмысқа орналасып, өз еңбегін сол жақсы жерден бастады. Бәрі мақтан тұтатынымыз біздің класстас, біздің туыс деп. Әлі есімде бар, Сейітті жұмыс істеп отырғанда барып амандасып, кабинетіне кіріп, қайырлы құтты болсын деп айтып, қолын қысып, екеуміз біраз әңгіме соғып отырдық. Әлі есімде. Сонда мені ертіп барып, арттағы үлкен складтардың ішіне кіріп, бір полувермен, бір қытайский әлгі жылы кроссовка, 90 жылы ондай қайда, ішімде жоқ нәрсе, қайыршы заман. Соны алып, кабинет әкеп берді маған. Мә едіге саған берген подарығым деп. Сонда бір қатты бір қуантқаны бар. Енді ондай зимний кроссовка киюден ешкім қолына келмейтін. Сол сияқты уақыттар өтті. Тағы бір рет Сейіттің жұмыстан қалып, маған кеп түнде едіге көмектесші, ар жаға жеткізіп тасташы. Кешке жүрген автобус жүрмей қалыпты, ол кезде такси деген жоқ. Сонда да Ақметлақтың автобусын Күлпаш апайдан сұрап, есімде бар, класстастары бәріміз жиылып, Сейітті түннің бір уағына үйіне жеткізіп, ертеңде бір жиналыс болды ма, Өскеменге ұшатын болды ма, бір шұғыл жағдай болып, үйіне апарып қонақ қылып жібергені бар. Енді айта берсек сөзіміз көп. Енді Сейітке де қазіргі түсіріліп отырған қатындарын қабыл болсын, дұға қабыл болсын дейміз. Жатқан жері жарық болсын, иманды болсын. Енді күн көрмеген қызығын Сейіттің артындағы семьясы, баласы көрсін. Енді біздікі тек қана жүрегімізде Сейіттің орны қалады. Сейітке қош дейміз. Жатқан жері жәннатта болсын. Енді қалған арты той болсын. Бәр туған туысқандарымызға үйлерімізде қайғы болмасын, мұң болмасын, той болсын деп тілеймін. Тілеуші ақыным Едіге Қабденұлы. Бөлісіп, бір құрт болса жейтін біз. Бәрімізде бастық болсақ дейтін біз. Рай атадан 3 бала құрдас едік, соның бірі
бірегейі сейітіміз. Жасыңда дарын дедің, қанат дедің. Мектепте жас болсаң да талап дедің. Студенттік өмірде де өнерледің, бірақ та қысқа ғұмыр қалап бедің. Бұл күнде тегіс кім бар айналасы, сұрамайды кедейсің бе бай баласы. Сұмажал жастай сені алып кетті, аяқ асты айтпай келіп рай баласы. Еске алып қабыл болсын құрандарың, ішінде бағышталған жыр арнаның. Нұрымен нұрландырып қабіріңді, мейірімі жарық етсін бір Алланың. Қинаймын босқа өзімді, ашпады Алла көзімді. Өкпелеп сейіт кеттің бе, бір ауыз айтқан сөзімді. Білмедім сейіт кетерін, сұм дүниеден өтерін. Шыбында жанын қинаған, еңбектім білдім бекерін. Отырмын жылап егіліп, іші бауырым езіліп. Қара жер басып сейітті, жатыр екен не біліп. Сейітім дүниеден көшті ғой, шырағы жанған өшті ғой. Артында қалып тірімен, жылаумен күнім өтті ғой. Жүруші едім талтаңдап, сейітіме арсаңдап. Сөйтіп те жүрген қу басым, әркімге қалдым жаутаңдап. Аллаға шіркін не жаздым, тірі қалып мен жаздым. Суретін көріп сейіттің, жылап та ойлап мен жаздым. Еңбек еттің ерінбей, ешбір сыннан сүрінбей. Жалғаннан сейіт не көрдің, бәрі де қалды білінбей. Сен өлмедің, мен өлдім, қолыңнан мені көнбедің. Жастайда кеткен ботамай, сенен де қалып не көрдім. Айтушы едің ақылды, алыспенен жақынды. Өтемей қалдым жалғанда жасаған маған ақыңды. Тұруш ет бітіп ісім ау, қылыштан өткір күшім ау. Ойласам шіркін сейіттау тұрады күйіп ішім ау. Барыңда жүрдім көлбеңдеп, қазірде жүрмін елбеңдеп. Сейітім менің өлген соң, әркімге қалдым телмеңдеп.